19 ғасырда 30-40 жылдарды отаршылыққа қарсы шыққан шаруалар көтерілісін бастаған кім? Махамбет білмеймін желме, серме, жырдонмен бір тұлға теңе серме, әділетсіз дүниенің қабырғасын Махамбетсіз сөйлер жан кезде серме. Олай болса, яғни Махамбет есімі өмірдегі қасіреттің синонимі, өмірдегі қасиеттің символы. Енді бұл академик Зейнолла Қабдоловтың айтып кеткен пікірі, Махамбет өмірдегі қасіреттің синонимі дегеніміз, Махамбет адам қолының жазасынан өлді. Махамбет бұл кезінде ол өзінің өмірінің аяқтары тұсында, бұл әңгімеде жазушы өз Махамбеттің өмірінің аяқтары тұсы туралы айтып кеткен болатын. Сол күні ол сол күні ол ықыласты күткен болатын. Сол ықыласты күтер кезінде ол өмірінің соңғы кезінде бұл өмірде не істегенін, қандай жамандықты көргенін, қандай жақсылықты көргенін және көптеген адамға сенген туралы айтып кеткен болатын. Және де ықылас өзі Махамбетті өзіне сендіріп, бұрыннан бері екеуі дос болып келе жатқан болатын. Және де ықылас Махамбеттің үйіне көптеген билермен келіп, оны өзіне сендіреді. Және де әңгіменің соңына қарай Махамбет ықыласының қолынан қаза табады. Жақсы. Махамбет Өтемісұлы өзі айтады, Өтемістен туған 10 едік, 10 затқа мінгенде жер қайысқан қол едік дейді. Бұлардың тарихы енді ұрпағы қазіргі кезде барма деген әңгімеге біздің осы жергілікті ақын, осы Бөкейордадан шыққан Қайсағали Сейтақұлының батырдың тұяқтары қайда екен деген әңгімесі жарық көрді газет, Орал өңір газетінде. Махамбеттің ең бірінші жайы ол Айғанша деген болған. Жаңғал ауданына Мерген Бірәлиев, Аманжол Қанатов деген қариялардың айтуы бойынша Махамбеттің қайнатасы ол Беріш руынан, Байбақты руынан, ал өзінің дауымшар атасы Бірәли Сейілі болған дейді. Махамбеттің ол балалар журналист Боранғали ол Махамбеттің ұлдары жайында долбар салған, бірақ оны бұған жауап ретінде Егемен Қазақстан газетіне баспай қойды. Оның негізінде Махмұт деген және Нұрсұлтан деген балалар болған. 1844-45 жылдары оның отбасы өте қиын жағдайда болған. Және де 1838 жылы 21 тамызда Алматыдан Қордан Махамбеттің Әжмәмбет Досалиевке толық қалың малды төлеп құтылды деген қатынас қағаз тапқан. Жақсы, отыра ғой. Тағы кім сөйлейтін отбасы жөнінде кімде бар бізде? Және де Исатай Кенжалиевтің зерттеулерінде ол өзі Қалмақовта 1829 және 1831 жылдары Қалмақовта абақтыда отырғанын айтады, және оның әкесі туралы және атасы туралы Халел Досмұхамедов атасы Мәлі соғыс жылдарында тұтқындалып абақтыда отырып шығады, және әкесі ол өзі Қызылбастың Нәдірше ханның тұқымынанмын деп атап өткен. Және ол әкесі 1816 жылы жалған жаламен ұсталып, өзінің жауабында менің әкем түрікмен, ал анам қазақ жерінен, яғни Алашар руынан тараған Байбарақ ауылынан дүниеге келген қазақ қызы, және сол үшеуміз дүниеге келдік деп айтқан. Сонда ол неше жасында берген жауабында? 30 жасында. Яғни соған біз қарағанда оны 1804 емес, 1803 жылға келген. Махамбет шығармалары қазақ поэзиясының сатира, элегия, монолог және арнау жанрларына қалыптасуына үлкен үлес қосты. Сонымен қатар Махамбет Өтемісұлы
ол ақындығына қатар шебер күйші болған. Оның 11 күйі 1982 жылы Шашақты найза шалқар күй атпен жарық көрді. Сонымен қатар Махамбет Өтемісұлының жырларының халыққа таралуына үлкен үлес қосқандар олар Ығылманов, Құбала, Лұқпан және Мұрат. Кішкене Қобыланды көп еңбек сіңірді. Жақсы. Тағы қандай күйлердің атауларын кім біледі? Қандай деген күйлер бар еді, иә? Махамбеттің басқа да күйлеріне тоқтап кететін болса, ең алдымен оның 1920 жылы Алматыда Қайран Нарын, Жұмыр Қылыш, Өкініш атты күйлері тартылады. Сол кезде Қазбек Құттымұратұлы деген кісі бұл Орал әуежайында 1979 жылы 28 тамыз күні Орал әуежайында бір кісіден Махамбеттің күйлерін Тайпақ ауданындағы Иманбаев біледі дегенде естіген еді. Және де сол кезде ол 15 қыркүйек күні қайттан іс-сапар алып, соның күйлерін сол кісіден жазып алып, 11 күйін магнитофонға жазып алады. Жақсы. Махамбеттік шығармалар жөнінде. Тағы кімде бар қандай материал? Иә. Осы Махамбеттің Исатайдың бауырында болған уақыты туралы да деректер бар. Ол туралы айта кететін болсақ, Өтеміс сол кезінде старшина болған, ел басқарған адам екен. Осы Өтемістің ауылына осы шапқындардың ішінде Исатай да болған екен. Осы Исатай осы өзінің оның отбасының алдындағы, әулеттің алдындағы кінәсін түсініп, оның балаларын қамқорлыққа алған. Және осы Махамбет өз әкесіне 14 жаста ерте айырылған екен. Оның Жәңгірге айтқан: "Арыстан еді-ау Исатай, қайтесің тақсыр табалап, құттайымда өсіп ем, бауырында паналап" деген өлеңінен осы оның Исатайға бауыр басып, оның бауырында өскенін көре аламыз. Осы Өтемістен тараған 8 баланың барлығы да осы Исатайға бауыр басып, оны пір тұтқан адамдар деп аламыз. Оны біз 1834 жылдан бастап олардың 4 жыл бойы Исатаймен бірге болғандығынан көре аламыз. Жақсы. Махамбет өте білімді адам болған. Бұл туралы алғашқы деректер 1925 жылы Халел Досмұхамедовтың Махамбет және Исатай атты кітабындағы пікірі бойынша білуге болады. Махамбет жас кезінде Жәңгірдің нөкерінде болған. Содан соң ол Исатай ханға қарсы шыққанда бірден Исатай жағына көшіп кеткен. Өйткені ол хан ордасында тұрып, оның маңындағы барлық жайттарды біліп отырған. Махамбет әрі батыр, әрі домбырашы, әрі жырау болған, өте қызулы адам болған екен. Сондай-ақ Жақсы, жырау дегенде біз оның несіне тоқталамыз. Махамбет қайдан сусында өскен? Халық ауыз әдебиет өкілдерімен. Шешен болған, сөйлей ғой, сол жөнінде. Рахмет. Сол көтеріліс барысында ол көтерілісшілердің олардың ханның жасағынан өте аз болған, сондықтан ол бірте көтеріліс барысында олардың саны сирей берген. Сондықтан ол сол көтеріліс барысында сол әскерлеріне жаңағы дем беру үшін, сарбаздардың дем беру үшін шығарған өлеңдері де бар. Сонымен қатар тағы да ол Жәңгір ханның Зұлқарнайын деген баласының қасында бірге жүрген, оның тәрбиешісі болған. Және Жәңгір хан Махамбетті өз қолына алдыртқан уақытта Зұлқарнайынды орысша тілін сындыртуға тапсырады. Ол Зұлқарнайынмен бірге орындарға барғанда орысша сауат, өзде орысша жазып үйренген. Ол жас кезінде мұсылманша жазу білген және орысша сауатты да болған. Сонымен қатар Махамбет ол өзінің әкесі Өтемістен, өзінің айтуы бойынша ол Өтемістен 10 бала дүниеге келген. Сонда өзінің өлеңі бар, Өтемістен туған өлеңді, оның зырға қонғаны жек айтсам болады десек, өзі де бауырлар және жырлайды. Берқайыр Аманшиннің айтуынша Махамбет ол жирен шашты, сақалы қара болған, ол қызыл мінезді, жаңа бар адам жайлы ойлайтын, тіке айтып тастайтын адам болған. Тұрмысы жөнінен дәулетті адам болған ұқсайды. Махамбет әрі батыр, жырау, домбырашы болған. Сол Исатаймен кездескен кезден бастап ол Исатай
халықтың арасында ол барлық өзінің қасындағы адамдарға өзінің білетін кеңестерін беріп арқылы түрлі әдіспен өзінің соңынан ерткен адам болған болса, Махамбет ол көпті қыздырып, көңілін аударып, өзімен бірге ертетін адам болған. Жақсы. Бірімізге еседік, біренеден үшедік, үшеуміз жүргенде толып жатқан күшедік, бір енеден беседік, бесеуіміз жүргенде алашқа болман деуші едік. 10 атқа қонғанда жер қайысқан қол едік дейді. Міне осы 10 баланың ішінде Бекмағамбет көтеріліске қатыспаған, қалғандары барлығы да қатысқан. Олардың ішінде Исмаил 25 жыл түрмеге кеткен, Қожа Ахмет 38 сол өзімен бірге Ахмет деп айтылады. Елдің арасында ода кеткен, көбі Иса, Уса, Хасен барлығы да абақтыға қамалған. Ішіндегі ең кішісі жаңағы әйттер солар ғана ондай қалмаған. Енді жас поэзияға берейік, Махамбет поэзия минуты. Кім айтады Махамбет өлеңдерін? Кім қарап келді? Иә. Махамбет өлеңдерінің бірі Арқаның қызыл изені. Арқаның қызыл изені басы көктеп тұбарал, қыдырып шалар аруана, кәрісі кімнің жоқ болса, жасы болар дуана. Бір сынаған жаманды, екіншіден сынама, тіріде сыйласпаған ағайын, қон құйылсын көзіне, өлгенде бекер жылама. Ер қабланы жөнелтіп, етсізде аңырап қалғанша, біздерден ақыл сұрама. Көшер едау бізден, сонау елден тұрған жер деген, қонар едау бізден, арқада қоныс шөлдеген. Және де кейбір деректер Махамбеттің шебер күйші болғанын айтады. Күні бүгінге дейін Махамбеттің 7 күйі белгілі болған. Олар Қайран нарын, Жұмыр қылыш, Исатайдың ақтабанай, Шілтерлі терезе, Қиыл қырығым, Жайық асу. Жақсы. Мен едіндегі Махамбеттің өлеңі бар еді ол. Кім айтады? Оны керме түрінде айтады. Мен нарында жүргенде енелеген ередім. Исатайдың барында екі тарлан бөредім. Қай қазақтан келмедім, бір қазақпен теңедім дедім. Сонда бұл кезде, яғни Исатайдың бұл жолдарда Исатайдың жаңа нарында жүргенде өзінің қандай болған, Исатайға қосылғанда қалай өзгергені туралы айтады. Өзінің ерлігін жинап, ханға, Жәңгірге, ханға қарсы шыққанын, өзінің ханға айтқанын сол жерде өзінің сөзін айтады. Ақын өзінің өлеңдерімен рух берді деді. Толарсақтан саз кешпейді. Кім айтады? Қабырғасын бір тыңдеп сөкседе, қайыспас қара ер керек дейді. Кім? Поэзия өлеңдер, Махамбеттің өлеңдері. 5-ші жастан бастап біліп бересіңдер ғой. Кім айтады? Бар ма? Кім сөйлейін дейді? Жалпы Махамбет шығармалары бұл бұқара өмірлік поэтикалық шежіресі және шаруалардың күйзелісін көрсетеді. Махамбет өзінің шығармаларында ол ұлттық көтерілістің рухын және ондағы халықтың күйзелісін сипаттайды. Оның мына күн шығармасында ел басына түскен ауыртпалық айтылады. Және де ол ұлы арман, жайықтың бойы көк шалғын сияқты өлеңдерінде ол өзінің алдағы күндеріне зор үмітпен сеніммен қарайды. Оның шығармаларындағы басты кейіпкер ол Исатай болып саналады. Оның Исатай деген ағам бар. Және де Исатай сөзі деген өлеңдері Исатай ғана жазылған. Және ол Исатайдан айырылғаннан кейін қызғыш қыз өлең жазады. Қызғыш қыз, ау қызғыш қыз, көл құрған сенедің, сен де айырылдың көлінен. Ел құрған мен едім, мен де айырылдым елімнен. Сені күлден айырған лашын құстың тепкіні, мені елден айырған хан Жәңгірдің тепкіні. Ау қызғыш қыз, айтып-айтпай не керек, құс алыппен өтті ғой Махамбеттің көп күні. Бұл енді Махамбеттің көтеріліс жеңіс тапқаннан кейінгі көтеріліп шығарған өлеңі. Бұндай қандай, иә? Исатайдың өзінің жазып кеткен шығармаларынан және өзіне арнап жазған шығармалар мен оның өмір жолын оқығанда нағыз ердің бойындағы қасиеттердің қандай болу керек екенін ұға аламыз. Соның
исатайдың қалдырған бір өлеңі ереулатқа ер салмай едеу жаза қаламай елдің елін жек жалмай қоңыр салған төске алмай себіңгі терге шіремей тер болмайды ерімей алтын алты ас болмай өзіңнен тұтылған жасқара сақал шығып жоқ болмай ат үстінде күн көрмей ашаршылық шөл көрмей күн қатып жүріп құс қашпай тебінгі теріс тағынбай темір қазы жастанбай қу толған бастанбай ерлердің ісі бітермей деген өлеңінде жаңағы нағыз ерлердің ойында кездесетін қасиеттер және сол кездегі оның жаңағы көтеріс жаңағы соғыс кездерінде қалай өзінің сарбаздары да сол сияқты батыр және өжет болғандығын айтады. Жақсы, сабағымызды қорытындылайық. Құрметті оқушылар, Махамбет негізі үлкен отбасынан шыққан. Оның жас кезінде алған тәлім тәрбиесі қай жерден көрінеді дедік? Оқығандығы, біз оны білдік. Онымен бірге оның бойында өзі өнерге жақын адам, ол ақын болған, ол күйші болған, ол сонымен бірге домбыра тартып ән айтқан жырау болған. Енді Махамбеттің өзінің бойындағы адами тұрғыдан алғандағы адамгершілік қасиеттерін біз білдік. Оның ең бірінші хан ортасынан кетуі де оның үлкен себепші болған. Ханның төңірегінде әділетсіздікті көрді. Міне сондықтан ол халқы үшін атқа қонып Исатаймен бірге көтерілістің басқасында болды. Жақсы, енді бізге оқушылар үйге тапсырма. Махамбеттің көтеріліс кезінде дейтін тарауын қарайсыздар үйге қосып. Сосын жорық жырлар жинағынан Ай Махамбет жолдасын деген Махамбеттің өзінің монологы бар. Сырласатын сосын соғыстың өлеңін қарап келесіз. Енді бағаналы керек жабылса, бұл басыл өлеңі көтеріліс кезінде бақара шамат болар ма деген. Жақсы, сабақ аяқталды. Енді мына материалды қарап